сіздерге трендолдың ішін таныстырып өтейін. Бұл трендолдың ішінде женский, мужской, детский одеждалар, аяқ киім, сумка, посуда, мебель барлығы бар. Мына Mango деп шығып тұр, Adidas, de facto сайттарына кіріп берсеңіз де болады. Керек затыңызды мұнда Google-не жазып заказ берсеңіздер болады. Және ескертетін жайт, бұл сайттың ішінде алтын және күміс сатылмайды. Сіздерге көрсетейін, бұл программаның іші түрік тілі. Оны қалай қазақ тіліне аударуға болады, ақшасын қалай теңгеге айналдыруға болады, барлығын қазір көрсететін боламын. Мысал ретінде, мына джемпер сіздерге ұнап тұр делік. Бүкіл суреттерін осылай салып қойған, алдынан артынан түскен. Мұнда оның светтерін көре аласыздар. Мына қара светі бар. Сізге қай свет ұнайды, үстінен бассаңыз осылай шығарып береді. Мұнда қарасаңыздар, киім туралы бүкіл мәлімет жазылған, бірақ түрік тілінде, оны біз қазір қазақ тіліне аудара аламыз. Ол үшін былай скриншот жасап аласыздар. Трендолдан шығамыз. Google переводчик немесе кәдімгі Google-ге кірсеңіздер болады телефондағы. Переводчикқа кіреміз. Мына жерде орыс тілін түрік тіліне аударып алайық. Камераға кіреміз. Қазір джемпер туралы скрин жасадық. Міне осы жерде бүкіл ақпараты шығып тұр. 15 күннің ішінде товарды кері қайтаруға болады екен. Барлығын қазақ тіліне аударып берді. Міне мына жерден көрсеңіз болады. Биіктігі 175 см, кеудесі 81, жамбасы 60. Бүкіл мәлімет жазылып тұр, яғни сіз өзіңіздің өлшеміңізбен салыстырсаңыз болады. Енді бұл товардың бағасын теңгеге қалай шағуға болады? Оны тақас көрсетемін. Көрсетіп кетті қазір. Бұның бағасы 315 лира екен. Мұна конвертер деген программаны тартып аласыздар. Осы конвертерға жазамыз 315 лира. Теңгеге шаққанда 10.000 теңге, 10.053 теңге шығып тұр. Осылай бағасында біліп кете бересіздер. Киім туралы мәліметті Google переводчикқа саласыздар, бағасын конвертерға саласыздар. Осылай ішіне барлық киімдерді таба аласыз. Егер де мысалы сізге осы киім ұнаған болса, мына жүрекшені басып қоясыз. Заказ беретін кезде оны оңай табу үшін, бұның ішінде товар көп болғандықтан, заказ беретін кезде ол киіміңізді таппай біраз іздеп қалуыңыз мүмкін. Жүрекшені басып қойсаңыз, мұнда шығып тұрады. Міне қазір бастым, мұнда шығып тұр. 315 лира деп барлығы шығып тұр. Және себеттім дегенге кірсеңіз, осы жерден заказ беруімізге болады. Келесі видеода қалай заказ беру керек, картаны қалай тіркеу керек, барлығын келесі видеода көрсететін боламын.